Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге керемет, вау, супер дейтін лайфхак көрсетемін. Міндетті түрде қараңыздар. Осындай ақ көйлектерімізге сызылып қалған ручкаларды оңай, тез, жылдам кетіретін лайфхак болады. Міне, оқушы болғаннан кейін осындай болып тұрады бізде, әсіресе бастауыш класс кішкентай сыныптарда бір-бірінің үстіне осындай ручка сызып ойнай ма білмеймін. Әйтеуір әр 2 күнде мен осындай әдіспен көйлектерді тазартып жуып аламын. Қараңыздар, осындай сосын қолдарын осындай қап-қара болып қалады ғой, кетуі қиын. Неге? Стиралкаға салсақ, бұл кете қоймайды. Сол үшін осы әдісті қолданып көріңіздер. Ол үшін бізге мынандай 3%-лық водородный перекис керек. Мінекей, осының 2-3-тігін қолданамын. 180 теңге ма тұрады, көп қымбат тұрмайды. Ең алдымен біз осы ыдысымызға қайнап тұрған су құямыз. Міндетті түрде суымыз ыстық болу қажет. Сол кезде жылдам тезірек кетеді. Оған осындай бір қасық порошок қосамыз. Кез келген порошоктың түрі бола береді. Бағанағы водородный перекисті ашамыз. Егер сіздерде бір көйлек немесе 2 көйлек болатын болса, бір перекисті қолдансаңыздар да болады, су аздап құйып. Менде қазір тек қана осы 2 көйлекті ғана емес, 4-5 нені салатын боламын. Видео барысында көресіздер. Енді бұл жерде сіздердің жуатын киімдеріңіздің көлеміне қарай перекис водородына қолдана бересіздер. Егер көбірек киім жуатын болсаңыздар, ол кезде 3-тігін қолданасыздар. 4-5 3-тік осындай көйлектерге, футболкаларға, мынандай жастықтың тұстарына 2-3-тік жарайды. Жеткілікті. Егер одан да көбірек болатын болса, ол кезде водородный перекистің санын да көбейте бересіздер. Суға жақсылап барлығын батырып алған соң, енді осыны бір 2-3 сағатқа қалдырамыз. Міндетті түрде бір 3 сағат тұрса, өте керемет нәтижеге ие боласыздар. 3 сағат уақыт өтті. Қараңыздар, мен әлі бұл ысқалап жуған жоқпын, кірін кетірген жоқпын. Осылай судан алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Қазір ручканың сызылған жерлерін көрсетейін. Міне, қолдың осындай қап-қара мына жерлер қап-қара болып тұрған. И рубашкамыздың, яғни көйлектеріміздің алдыңғы жағында, екі көйлектің де алдыңғы жағында ручканың сызықтары бар еді. Міне. Сосын қолының арт жақтарында. Осыны енді стиралка машинаға жуып аласыздар. Бір 15 минутқа жуып алсаңыздар, жеткілікті, осындай әппақ әдемі болып шыға келеді. Міне, оңай әдіс. Қолданып көріңіздер, пайдаларыңызға асырыңыздар. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, өз пікірлеріңізді жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін пайдалы өте көп лайфхактар болады. Сау болыңыздар.